Алдыңғы видеода менің ардама тіркелген жігіттердің түсімдері, егер де сіздер де өз аттарыңыздың осы жерден көрінгенін қаласаңыздар, тек қана арнаға тіркеліп, лайк басып, күшті комментарий қалдырып кетіңіздер. Сол кезде келесі видеоның басында сіздердің комментарийлеріңізді немесе арнаға тіркелгендеріңізді осылай видеоның басында көрсететін боламын. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Але. Достар, бүгін мен сендерге тамыз айында шығатын, яғни болашақта шығатын пропускке обзор жасайтын боламын. Бұл обзор енді ешкім жасаған жоқ, тіпті ВК группаларда да ешкім құттай болсын фрагменттерін шығарған жоқ. Ал егер сіздерге тамыз айында не шығатын білмесеңіздер, және де пропусктен не шығатыны қызық болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ал видеомызды ары қарай көрмес бұрын лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп жіберіңіздер. Сол кезде келесі видеоның басында мен сіздердің есімдеріңізді видеоның басында көрсететін боламын. Давайте, приятного просмотра. Ең алдымен Free Fire'ның бізге ұсынған осы пропускке арналған қысқаша видеосын көріңіздер. Меніңше мына пропуск япониялық аспазшылардың стилінде жасалған сияқты. Бізде, как обычно, осындай қызға кофта ма, кожаный куртка ма, короче, бір нәрсе, простой нәрсе. Одан кейін бізде осындай аватарка, бір нәрсе бейнеленген, түсініксіз оружейный купон, и және де катанаға скин. Достар, ойлаңызшы, катанаға тема, реально, бірақ ешқандай эффектісі жоқ, отты емес, бірақ нормасы четкий. И Lamborghiniге скин 15 медальдан, элитный пропуста, и және де мына жерде машинаның жанына қарасаңыздар, зомби самурайдың басы бейнеленген, типа сондай, бірақ дәл сол деп айтпаймын. И потом бізде осындай шапка, содан кейін, кофта, как обычно, 40 медальға осындай кофта, бірақ бұл әдемі көрінгенімен бұдан броник көрінеді, жақындатылып көрсетілгені осындай, и одан кейін бізде аватарка осындай, четкий бәрі әдемі, и как обычно қызға 50 медальда осындай, какой, қараңдаршы достар, қандай эффекті, япониялық аспазшының стилінде, аяқта шлепка, и басынан бастап көрінгенде осылай, басына андай суши жейтін палочка тығып алған, и үстін красава, красотка әдемі. Жігіттер қараңызшы, әдемі негізінде қара эффектісі бар жанында, и юбкасы осындай қысқаша келген. Бұл да юбкасы да әдемі, аяғында андай ленталар байланып тұр. И тәбішкі япониялық стилде, жаңа айтқанымда япониялық стилде істелген пропуск сияқты, и алмазный купон 2 рет беріледі екен. И содан кейін бізде абрезге скин, достар, абрезге негізінде мен оқып жүрген болатын, абрезге жақында скин шығады деп, бірақ мынандай әдемі болады деп ойламаппын. Достар, мына пропуск вообще четкий отыр. Катанаға, Lamborghiniге абрезге скин и оружейный купон, және де абрезге реально четкий. И бізге дәл осы футболканы каждый пропускте, алдыңғы пропускке обзор істегенде дәл осындай көрсеткен болатын. Мен айтқан болатын, боқтың цветіне ұқсайды, реально боқтың цветіне ұқсайды. Маған вообще ұнамайды футболкалар. И осындай тағы бір шапка, қып-қызыл осындай. И және де бізде наңғыранда, достар, вообще не граната, достар, граната, балық граната, е-майо, достар. Реально четко айттым, японский кухняда стилде, граната осындай. Бізде тағы да бір аватарка, оружейный купон. И және де біздің лутбокс сығырандар, астында тұр лутбокс сығырандар, достар, лутбокс, дейтін корабль лутбокс, е-бой, не деген лутбокс, достар, просто прикольный. Бас жағыңыздаршы, дәл самурай, зомби самурайдың бас жағына келе ма, мүйіздері сондай бір нәрсе. И бізде сондай доска, четкий, не деген эффект реально маған ұнап тұр. Достар, сіздерге де ұнап тұрса, лайктарыңызды басыңыздар. Маған өте керемет ұнап тұр. Мына пропуск енді жібермеймін, явно керемет эффектілермен істелген, четкий. И және де бізге 10 осындай фрагмент, как обычный нәрселер, содан кейін бір камен, как обычный нәрселер, содан кейін бізде золотой купон. И бізде осындай сумка береді. 200 медальға бірінші рюкзак осылай көрінеді, ал екіншісі мысық бейнеленген, әдемірек, достар, жаман деп айтпаймын, әдемі реально. Ал үшіншісі тоже керемет реально, четкий престиж орындаған. Мынау кәдімгі элитный, мынаңғыранда, достар, қызыл икра, лаймен қызыл икра бірінші рюкзак уровенің, екінші уровень айттым, достар, қызыл балық, кесіліп тұрған қызыл балық, не деген четкий дизайн. Үшінші уровень, айттым, дәл аспазшыларға арналған, дейтін четкий, тек қана қызыл балықтың стилінде корабль, вообще дәл японский кухняға арналған. Ал бізде ең соңғысы осындай тоже камень. И потом жігіттің наборы
Бойно шашы қараңыз, шашы прикольный, и үстінен тоже дәл қыздың набор сияқты эффектілері бар, и қолына катана ұстап тұр, и соған арналған бізге катанаға скин берген болатын. И шашы осындай прикольно, реально. Дәл аспашы басына оратылып алған Тимурдың шашы сияқты, и мойнында осындай керемет орамал бар, дәл аспашыныкіндей, и қытайша ма, корейше ма бір нәрсе жазылып тұр. И қара эффекті, как обычно, қолы бәрі четкий, и мынау бізде оның трикосы немесе шалбары, ну, бос келген, ну, четкий, дәл аспазшыларға арналған, айтып аяғына дәл сондай тәпішкі сланцы кәдімгідей дәл келетіндей, ну, японский стильдегі керемет слан. Ал достар, сіздерге осы пропускке жасалған обзор ұнаған болса, лайктарыңызды ғана тіркелеміз. Пропусктың өзі ұнаған болса, лайк басып ғана тіркелеміз. Қош сау болыңдар, сіздермен болғанмен. Але.